Tavelsizlik baytaqı otanım, birözünge Muxtar Abay Şoqaным, tavelsizlik tabiiyimning şartlığı, tavelsizlik aqbatası attanım. Азаттықтың аңтаңа арайланып атқанда көңіл толқып шаттанып, қуанышқа батқанмын. Мерекеге шығады бүкіл халық біліп қой, отандастар ұғады, тәуелсіздік ұлық той. Жарайсың. Бабам мен мақа айтсам бола ма? Болады шығыла айта ғой. Отансыз адам, ормансыз бұлбұл. Жарайсың. Отаны жоқ адам, орманы жоқ бұлбұлмен тең. Болады үнжу айта ғой. Апа, тек айтсам бола ма? Отан қуат, отбасы шуақ. Нұрсұлтан Әбішұлы тек түркі әлемінің ақсақалы емес, әлем саясатының патриархына айналды. Назарбаев ақш-тың 5 президентімен, Ресейдің 3 президентімен және Қытайдың 3 басшысымен және тағы басқа мемлекеттердің басшыларымен тең дәрежеде сөйлесті. Сыртқы саясатқа араласу кез келген мемлекет үшін маңызды да қажетті атрибут. Шынын айтсақ, тәуелсіздігімізге күмәнмен қарағандар да көп болды. 5-10 жылда дербестігінен айырылады дейтін. Нұрсұлтан Назарбаев олардың аузын жапты. Елбасы пікірлердің бәрін оқып біліп отыратын. Сарапшылардың пікірінше, жер жаһанда түрлі дау-дамай қақтығыстар жаулаған шақта Қазақстан Республикасының басшылығына мықты дипломат, мемлекет қайраткері Қасым-Жомарт Тоқаевтың келуі оның әлемдік тәжірибесінің қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Меніңше Қазақстан жауы жоқ, ешкіммен алауыз емес жалғыз мемлекет. Сыртқы саясатты қалай құру керек? Мұны Қазақстан бүкіл әлемге көрсетті. Как эффективно строить вообще внешнюю политику? Реформаттар қиратушы немесе трибуна ораторлар ішінде Назарбаевтың өз ерекшелігі бар. Мен ол кісіні құрушы немесе жасаушы деп суреттер едім. Ол Құдайдан келген жасампаз адам. Назарбаевтың әр қадамы әбден ойластырылған. Әрине, жаңағы жерде отырғанда толқисың, көресің, қай кезде қазақтың баласы бүкіл әлемге өшірден ақыл айтып отыр, бұл жерде отыр. Бүкіл әлем, дүние жүзі 200 мемлекет бар. 200 мемлекеттің ішінде осы қауіпсіздік кеңесін басқарғандар көп емес. 70-80-і жақындағанда жоқ әлі. Біз өңірден ең бірінші болып осындай дәрежеге жеттік. Өзіміздің көңілімізді айтып қана қоймай, сөзімізді өткізіп келе жатырмыз. Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің жасампаз идеяларын тек елімізде емес, әлемде кеңінен енгізуде. Елбасы құрған іргесі мықты, тұрақты, беделді мемлекетті қазір әлем таниды. Нұрсұлтан Әбішұлы сондай адам, айтқанын орындатады, көндіре алады. Керек сөзді дер кезінде айтады. Адамды көндіре білу деген үлкен қасиет. Нұрсұлтан Назарбаевтың әлемдік аренадағы беделі зор. Ол кез келген дауда жеңіске жете алады. Кеңес одағы кезінде де Назарбаевтың саяси беделі жоғары болды. Оған Кеңес одағы үкіметін басқару ұсынысы да жасалған. Бірақ ол өз халқының мүддесін биік қойып, онан бас тартты. Елбасының арқасында еліміз жаңа даму жолына түсті. Экономикалық, әлеуметтік ахуал жақсарды. Қазақстанның халықаралық аренадағы орны айқындалды. Оның бар ұрпағын ірген беріп, тағдырыңды тапсырған тізгін беріп, азаматтар ақтады сеніміңді, талай істе танытты кемеңгерлік. Апай, оттан да ыстық. Дұрыс, оттан да ыстықжан сая мақал тақпақ. Ойланып отырайық. Апамның да арманы осы еді ғой аңсаған, тәуелсіздік таңдары бақ береді баршаға. Көк туымды қолыма бүгін берік ұстадым. Түсті бақыт жолыма менің Қазақстаным. Жарайсың.